Павлодар қаласында виолончелист Бағжан Октябрь концерт берген болатын. Ол жергілікті концерт ұйымдастырушыларына ренішін білдірді. Бұл туралы Станкизет ақпарат агенттігі хабарлайды. Өнер иесі Павлодар өңіріне екінші рет жеке шығармашылық кешін берген. Рахмет, Павлодар концерт залының басшылығы менің жұмысшыларыма дөрекі қылық көрсетіп, дайындық барысында жарықты өшіремін деп қорқытқан. Қызметкерлерінің арасында қарындасым Дина да бар. Оған да дөрекі мінез көрсетіп итеріп жіберген. Былтыр да дәл осы қызметкерлер ішіп алып жағымсыз қылық көрсетіп еді. Сендер менің жерімде жүрсіңдер. Мен не істесем де өзім білемін деп айтқан болатын. Ол кезде мен үндемедім. Осы жолғы қылығына шыдай алмадым. Сахна сыртында Динаның жылап жатырғанын көрдім. Сол кезде ғана бәрін білдім. Концерт залының ақшасы толық төленген болса да, жарықты өшіремін дегені қай сасқаны. Кәсібилік қайда? Бұл іске Павлодар қалалық мәдениет басқармасының назар аударын сұраймын, деді ренішін білдіріп виолончелист. Концерт қоятын кезде волонтерлердің көмегіне жүгінетін өнер иесі көмекке келетіндердің дені жас қыздар екенін айтады. Әр концерт өткізген сайын волонтерлердің көмегіне жүгінемін. Олардың дені жас қыздар. Сол қыздардың біріне тиісіп, менің бөлмеме кеттік деп айтқан. Мен ойлаймын, бұл дабыл қағатын жайт, дейді өнер иесі. Айта кетейік, жас виолончелист дүние жүзіне танымал әнші рэпер Акон мен Алматы арена сахнасында өнер көрсетеді.